қазақ тілі пәні 4-ші сынып ғарышқа саяхат. Сабақтың тақырыбы ұшқыш болар баламын, келер шақ. Бүгінгі сабақта өлеңнің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықтайсың. Етістікті келер шақта қолдана алатын боласың. Қара достым жан-жаққа, дайынсың ба сабаққа? Орныңда ма қараңдар? Кітап, дәптер, қаламдар. Сабағымызға дайын болсақ, бастайық. Отан өлеңін мәнерлеп оқы. Өлеңнің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықта. Білімнен жұпар жинайын, еліме бақыт сыйлайын. Жүрекпен сүйіп отанды, жүрекпен мәңгі жырлайын. Отаным гүлге бөленсін, өзге елдермен теңелсін. Амандық болса ағайын, бәрінде бірге көрерсің. Авторы Нұрсұлтан Ғалымбекұлы. Балақай, өлеңнен етістіктерді тап. Олар қашан болатын істі білдіріп тұр. Өлеңдегі етістіктер: жинайын, сыйлайын, жырлайын, бөленсін, теңелсін, көрерсін. Іс-әрекеттің болашақта болатынын білдіріп тұр. Есіңде сақта. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді толықтыр. Өлеңге тиісті етістіктерді қою арқылы толықтырып жаз. Өзіңді тексер. Көкке ұшамын, ұшқыш болар баламын. Соңына ерем, Гагариндей ағаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін. Жұлдыздарға барып келіп жүремін. Өлеңнің авторы Тұманбай Молдағалиев. Тапсырманы дұрыс орындадым деп ойлаймын. Кім жылдам ойынын ойнап көрелік. Бос тор көздерге сәйкес келетін етістіктерді тауып жаз. Өзіңді тексер. Барамын, саламын, жазамын, басамын, береміз, жеңеміз, сенеміз, көреміз. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аудар. Сәйкестендір. Сөздерді оқы, оларды бір-бірімен сәйкестендір. Енді өзіңді тексер. Мағжан ақылдасты, ағаш өсті, сабақ басталған, біз естідік, досы келді. Тамаша, жарайсыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не білдік, не үйрендік? Бүгінгі сабақта өлеңнің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықтадық. Етістікті келер шақта қолдануды үйрендік.